2025 жылы бір кітап бір ел акциясы Тәкен Әлімқұлов пен Жұмекен Нәжімеденовке арналған. Жұмекен Сабырұлы Нәжімеденов қазақтың дарынды ақыны, жазушы және қоғам қайраткері. Ол 1935 жылы Атырау облысы Құрманғазы ауданында дүниеге келген. Жұмекен Нәжімеденовтың поэзиясы рухқа толы. Туған жер, ел тағдыры, ұлттық болмыс тақырыптарын ерекше өрнектеді. Ақынның ең танымал өлеңдерінің бірі «Менің елім». Бұл туындының сөзі Қазақстан Республикасының әнұранының негізіне айналды. Туған жер мен отан тақырыбына арналған ең әсерлі өлеңдерінің бірі «Атамекен». Атамекен, жерім менің кең далам, тас бұлағы, орманы мен бел қыран, күн астында күркіреген күрең тау, күміс өзен күмбірлейді шолпантан. Атамекен, бабам қонған, мен туған, қасиетті қара топырақ ел тұнған. Сол бір жердің есі сіңген танауыма, сол бір елдің әні сіңген қанауыма. Атамекен аялады баршаны, өсірді ол талай ұл мен аршаны. Қайда жүрсем сағынамын мен сені, ардақтысын туған жердің бір шегі. Тәкен Әлімқұлов белгілі прозашы, сыншы, әдеби зерттеуші. Ол 1922 жылы Түркістан облысында дүниеге келген. Жазушының шығармалары қазақ өнері мен мәдениетіне, халық тағдырына арналған. Негізгі шығармалары Саржайлау, Ту тіккен, Қала мен дала. Қала мен дала әңгімесіне қысқаша тоқтала кететін болса, кейіпкер қала мен ауыл адамның тағдырын, Қала мен дала әңгімесіне қысқаша мазмұнына тоқтала кететін болса, автор дала адамның қарапайымдылығы, рухани тазалығы, ал қала адамның өмірінің қарбаластығы мен жасандылығын салыстырды. Кейіпкердің мінезі мен сөйлеу мәнерін олардың өскен ортасынан байқалады. Қала мәдениеті мен дала табиғилығы екі әлем ретінде бейнелеп, олардың бір-біріне үйренері бар екен автор меңзейді. Нәжімеденов пен Тәкен Әлімқұлов екеуі де қазақ руханиятының көрнекті тұлғалары. Бірі поэзия әлемінде күйдің үнін сөзбен жеткізген ақын, ал екіншісі прозада ұлттық өнер мен рухты көркем тілмен өрнектеген жазушы. Олардың шығармалары ан мен жадында сақтайтын мәңгілік мұра.